Hi, how are you? Бүгін сіздермен present continuous шағын талдайтын боламыз. Өткен сабақта present simple'ды талдаған болатынбыз. Егер сіз әлі көрмеген болсаңыз, онда төмендегі сілтемеге өтіп present simple шағын міндетті түрде қарап шығыңыз. Ал онда бастайық. Present continuous. Present continuous шағы қай кезде қолданылады? Present continuous'ты біз дәл осы сәтте болып жатқан оқиғаларды сипаттаған кезде қолданамыз. Мысалы, дәл осы сәтте мен қазір сөйлеп тұрмын. Соны present continuous'ты айтып көрейін. I am speaking now. I am speaking now. Яғни мен қазір сөйлеп тұрмын. Яғни бұл жерде бізге to be етістігі қажет болады. To be етістігі туралы мен бөлек видео түсірдім. Ол видеоны да көрсеңіз болады. Каналда to be етістігі жайлы толық видео. Есімдіктерге жеке-жеке тоқталып айтқан болатынмын. Осы present continuous'та, яғни зат есім, есімдік plus және to be етістігі қосылады. To be етістігінен кейін негізгі етістік тұрады. Етістікке ing жалғаймыз. ing жалғаймыз. Мысалы, жаңағы сөйлемді алатын болсақ, I am speaking, яғни speak деген етістікке ing деген жалғадық ing-ді. Speaking. Now деген осы present continuous'та қолданылатын сөздердің қатарына жатады. Осы present continuous'та now, at the moment деген сөздерді қолданамыз. Яғни ол қазір, дәл осы сәтте деп аударылады. Осы сөздер арқылы біз сөйлемде оның present continuous екенін бірден білуімізге болады. Бұл сөздердің тұруы міндетті емес, көп жағдайда бірақ қолданылады. Тағы бір мысал айтайық. Мына суретке қарасаңыздар, бұл бала жазу жазып отыр. Қалай айтамыз? He деп алайық. Is жазу write. Оны ing жалғаймыз. Сонда he is writing. Өте дұрыс. Жақсы. Дәл осы сәтте жазып отыр деп айтсақ, he is writing at the moment. Very nice. Өте жақсы. Келесі тағы бір мысал келтірейік. Көпшетірден бір мысал келтірейік. Мына суретке қарасаңыздар, балалар ойнап жүр. Яғни ол сөзді the children деп алсақ болады, немесе they деп алсақ болады. Оларды. Мен олар деп алайын. Олар ойнап жүр деген сөйлем жасаймыз. Қазір ойнап жүр. They are playing now. They are playing now. Өте жақсы. Олар ойнап жүр деген сөз. Енді осыны балалар ойнап жүр деген сөйлемге келтірсек те болады. The children are playing now. Яғни they-дің орнына біз the children деп алдық, балалар деп алдық. Екі сөйлемде әбден дұрыс. Қалағанын жазсаңыз болады. Енді present continuous'тан болымсыз бір сөйлем жасап көрейік. Енді мына суретті тағалайық. Осы суретке қарап отырып, балалар мысалы кітап оқып отырған жоқ, олар ойнап жүр деген сөйлем келтірейік. Осы жерде кітап оқып отырған жоқ дегенде болымсыз сөйлем жасаймыз, яғни present continuous'та. They aren't reading a book. They are playing. Яғни to be етістігіне not'ты қосамыз. Aren't, яғни not дегеннің қысқартылған түрі болып табылады. To be етістігінде туралы видеода бұны толық түсіндіріп айтқан, сол видеоны міндетті түрде қарап шығыңыз. Енді бір сұраулы сөйлем құрастырып жасайық. Сұраулы сөйлем, мысалы, балалар ойнап жүрме деген сөйлем алайық. Are they playing? Немесе are the children playing? Балалар ойнап жүрме, олар ойнап жүрме деген сұрақ.
Енді бұған қысқаша жауап қалай болады? Я ойнап жүр. Қысқаша айтамыз yes, they are. Болды. Өте жақсы. Яғни біз бұл видеода present continuous тақырыбын толық айттық. Present continuous тақырыбы тағы бір қайталап өтейін. Яғни дәл қазір болып жатқан оқиғаны сипаттау үшін қолданады екенбіз. Және де оның болымды, болымсыз және сұраулы түріне мысалдар келтірдік. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Түсініксіз болған жағдайлар болса. Видео ұнап жатса, сіздерге лайк басып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.